oldu videosunu. Olmayacak isteği geliyor. Baba etkiledi. Direksiyonda cevap demeyiz bırakacağım onu. Жоғары мәртебелі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Болат марқұм, сіздің әулетіңіздегі орны бөлек, сізге бауыр болса да, ел жұртына белгілі азамат болды. Оның атқарған жұмыстары туралы сіздің де бұқаралық ақпарат құралдарында да осы күндерде айтылған сөздерден біз онымен тікелей араласпасақ та хабардармыз. Қаншама үй салуға, қаншама мектеп, мәдениет ошақтарын салуға, қаншама адамның емделуіне көмектескен жағдайлары елге әйгілі болып жарияланып жатыр. Дұрыс. Осындайда адамның, дүниеден көшкен адамның, оның жақсылығын айтқан дұрыс. Ол оған керек емес шығар. Ол тірілерге керек. Біздің қоғамның жақсылығы менен өзінің тазалығына керек. Болат марқұм 70 жас деген қазір шынында да ол заманның өзгеруіне, бүкіл табиғат құбылыстың өзгеруіне байланысты. Ол әлі қайрат жасы. Сондықтан Болат Әбішұлының арты жақсы болсын дейміз, арты қырсықсыз болсын дейміз. Артында қалған бала шағасы, жақын туған туыстары, бүгін осы дастархан басында отырған ең жақын өздеріңіздің жанашыр жақындары, туыстары, Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз бастаған аман есен болыңыздар. Жаңада менен бұрын сөйлеген азаматтар айтып жатыр. Нұрсұлтан Әбішұлы тарихта, тағдырда сізге ерекше өмір сыйлады. Сізге ерекше тағдыр сыйлады. Кез келген пенденің басына бермейтін ерекше қасиеттер сіздің бойыңыздан орын тапты. Жамағат, осы жерге жиналған менің бауырларым, туыстарым, ағайындарым, тәуелсіздік жылын бірге өткізген менің тілектес әріптестерім, достарым, мемлекет қайраткерлері, осы отырған және жаңағы өз сөзіменен тілектерін білдірген азаматтарға шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Неге бауыр деп айтты дейсің қазақ, бірге туғанда? Өте қиын. Ең кіші бауырымнан айырылдық, еркелеп өскен, көз алдымда туған, көз алдымда өскен, көңілі жайбарақат, қолы жазық, мейірімді адам еді. Кеше жерлегенде ауылдың азаматтарының барлығы, оның барлығын тізіп, жақсылығын айтып жатты. Алдынан Алла жарылқасын, қабырғамыз қайысқан біздің жанұяның қиыншылығын бірге көтеруге президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан бастап, көрші елдердің, арғы елдердің президенттері көңілін айтып жатыр. Өзіміздің ішіміздегі азаматтардың, солардың барлығына шын жүректен ризашылығымды мен білдіремін. Жаңа Қуаныш Сұлтанұлы біраз айтып кетті, тәуелсіздікті орнату бізге оңай болған жоқ. 92 жылы Совет үкіметі құлап қалған кезде біздің елімізде 1500 өндіріс орны тоқтап қалып, 2 миллион адам жұмыссыз қалды, магазин сөрелерінің барлығы босап қалды, жалақы берілмеді, зейнетақы берілмеді. Сондай кездерде не боламыз? Боламыз ба ел, болмаймыз ба? Деп тұрғанда, менің әріптестерім, менімен бірге буындас азаматтар, барлығы жабылып, біз сол қиындықтан шығып, елімізді аяғынан тік тұрғыздық. Дүниедегі
өркендеген өскен елу елдің арасына кіргіздік. Белгілі болды Қазақстан. 1000 жылдан бері қарай армандаған ата-бабамыздың арманы осы емес па? Сол орындау біздің буынға келіп түсті. Оның үстіне сол жылдарда көп елмен дос болдық, мемлекетті нығайттық. Ішінде мынау елдің ортасында Астананы салдық, ана жақта Түркістанды салдық, екеуі де Астана. Жаңа дұрыс айтып кетті, Астананың тек қана қала ретінде мағынасы емес, мемлекеттігіміз ретінде мағынасы зор. Сондықтан мен өз басыма Алланың берген шаруасын орындадым деп санаймын. Түгел орындадым деп санап, 2019 жылғы наурызда осы мешіттің іргетасын Тоқаевпен бірге біз қалай бастадық. Соны қалап біткеннен кейін ертесіне мен өз еркімменен оянып ойналып, билікті келесі буынға бердім. Қасым-Жомарт Тоқаев қолынан келгенше барлық шаруаны істеп жатыр. Әр буынның өзінің жолы болады. Әр буынның өзгертуі болады. Олай болмаса өсе ме, өркендей ме? Келешек ұрпақ өзгертпесе өмірді, алдыға тартпаса олай бола ма? Олай болады. Сондықтан мен ештемеден қамықпаймын, ештемеден жалықпаймын, ешқандай сөз маған тимейді. Себебі бұл мәселе біздің ұрпақтық емес, ол тарихтың мәселесі. Тарих өзінің айтатын бәрі айтады. Сондықтан мен өте байсалды түрде оның бәріне қараймын. Енді өз шаруамды бітіріп, түгел бердім енді ұрпаққа. Енді біздің мақсатымыз елімізді ары қарай өркендету. Қиыншылық жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Дүние жүзі неше түрлі болып жатыр қазір. Ана жақта да, мына жақта да. Құдайға тауба, біздің елімізде соғыс оты ойнаған жоқ. Елімізді, тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін бір адамдай болып, елбасының жасап жатқан шаруасын қолдауымыз керек. Онсыз болмайды, онсыз мемлекет те болмайды. Сонда біз мынау жанымыздағы көршілерден экономикамызды 5 есе 10 есе көтеріп, ең алдына шығып кеттік. Неге? Біздің бірлігіміз болды. Қазақ біріккенде ылғи жеңетін, қандай соғыста да болса да. Ажырағанда жерден, үйінен айырылатын. Сол есімізде болсын. Бүгінгі қайғылы жағдай болса да, мүмкіншілікті пайдаланып, осыны айтайын деп едім. Менің жаным тыныш, шаруам дұрыс, айналайын халқым. 1992 жылы Сауд Арабиясының королінің тапсырмасымен Меккеге кірдім, 2 рет кірдім. Сол Меккеде тілек тілегенде 4 бұрышына 4 намаз оқып. Барлық тілегім қанша қиыншылық көрген халқыма, қазаққа тәуелсіздік бер, соны нығайта бер, соны ұстап қалуға күш қуат, ақыл бер деп тіледім. Сол тілегім орындалған сияқты, сондықтан Аллаға арнап осы мешітті салдырдық. Бұл ең зәулім дүниедегі мешіт қазір. Барлығы оны таныды, білді. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыз жағы түспей жаманшылық көрмесін. Алдымыздағы бала-шағаларымыз аман болсын. Енді тәуелсіздігімізді нығайтып, Қазақстанымызды өркендетіп, болашақ ұрпаққа жайнаған тамаша 30 дамыған елдің арасында тұратын Қазақстанды бере көрсін. Аман есендік тілеймін барлықтарына. Қуаныш тілеймін. Және оларыңда жаманшылық болмайсын, ылғи қуаныш болсын. Аллаху акбар, аумин. Сізді бүгін тізімге тұңғыш президентіміз қосып шақырды ма сізді? Жаңа билікке жақпай қалған жоқсыз ба? Жақсы бәрі. Хабарластырыңыз жақсы. А где вы сейчас? Чем вы занимаетесь? Ладно.
Даниил Ахметов только что задали вопрос Канату Кожанжарову касательно обвинений в его адрес в фабрикации уголовных дел. Также был заметен Умирзак Шукеев, экс-аким Туркестанской области. Назарбаевпен кездесіп сөйлесе алдыңыз ба? Кездестім. Не айтты Зак? Егер болмаса. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Болат Назарбаев туралы не айтасыз? Қандай адам еді? Мен Нұрсұлтан Назарбаевқа көңіл айтуға келдім. Көңіл айттым. Здравствуйте. Господин Усимов, а где вы сейчас находитесь? Вы в Казахстане? Да, в Казахстане, как видишь. Понятно. У вас бизнес или... Нет. Или на пенсии вы сейчас? На пенсии. Люди продолжают выходить. Это все бывшие высокопоставленные лица, экс-топ-чиновники старого Казахстана в большинстве своем. И нам, журналистам, удалось все-таки найти выход, через который выходит основная масса.